достар, өздеріңізбен бірігіп, жұдырықтай жұмылып, жүзеге асырған оразадағы 10 ізгі іс атты жобамыз өз мәресіне жетті. 10-шы ізгі ісіміз Долан ауылында үйі толықтай өртеніп кеткен Бағдәулет ағамызға көмек болатын. Сіздер бірнеше күнде жинап берген қаражатқа қажетті кірпіш жеткізілді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін ағамыздың жаңа үйінің қабырғасы қаланып жатыр. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне бүгін бұйырса үйдің іргетасы қаланып басталды. Ел жұртының арқасы, ағайын туыс, құдағы жекжат бауырлар, көршілер, және де осы Қаскелең KZ каналына да алғысым шексіз. Осында енді ел айтады ғой, коммуналдық өтеден жүгірген деп. Аллахың қалауымен осы қазақ елі жүгімді жеңілдеп жатыр. Баршаңызға рахмет айтамын. Өртеніп кетіп, мұны жас балалары деп жасайды бар. Кімнектен жинаған бір зарплатымен жүріп ол суды көтеріп, енді бітірем деп жүргенде бір сағаттың ішінде жоқ болды. Сол енді елдігін жасап, үлкен қолдарын сол жүрмесе, жақсылықтары Құдайдан қайтсын дейміз. Сол еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бұндай жаманшылық ешкімде болмасын.